Сәлем достар, бұл Күлтөбе подкаст. Біз бұл жерде әдеттегідей өзіміз өзекті деп тапқан тақырыптар талқылаймыз. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз бұл еліміздегі өткен соңғы өзгерістерден кейін Назарбаев халық жадында қандай атпен қалады. Бүгінгі бізбен бірге талқылайтын эксперттеріміз қоғам қайраткері Дос Көшім және әлеуметтанушы Серік Бейсенбаев. Ал біз енді сұрақтарға өтпей тұрып, біздің каналымызға жазылуды, лайк басуды және пікір қалдыруыңызды сұраймыз. Жақында міне 5 маусым күні республикалық референдум өтті. Сол референдумде елбасы Назарбаевты Конституция жазылған мәртебесінен айыру туралы мәселе көтерілді, сұрақ көтерілді. Соны естіген кезде, соны айтылған кезде сіз қандай ойда болдыңыз? Мен жалпы сөз болғанын білем, бірақ жаңа референдумның мәтінін мен енді барғанда жоқпын референдумға. 86 жылдан кейін мен қатыспаймын еш уақытта сайлауды бақылаушы боламын, басқалардан қатыспаймын. Сол уақыттарда мен ол мәтінді алғашқыда көрген жоқпын, алғашқы нұсқасында. Шындығында мен ондай мәтіннің болғаны ақымақтық деймін. Себебі ешбір елдің конституциясында бір адамның тарихи рөлі туралы мәселе жазылмайды. Ол жерде тек қана негізгі заңның баптары ғана бар, басқа еш нәрсе жоқ. Мүмкін жаңа кейбір терминдерге түсініктеме берілетін шығар алдында, ал жеке адамның рөлін ол жазу жалпы конституцияның стиліне жатпайтын мәселе. Сондықтан оны сөз қылудың, оны алып тастаймыз ба, қалдырамыз ба деген мәселені көтеруді мен барып тұрған ақымақтық деп ойлаймын. Сіз Серік? Мен үшін ол бір заңдылық болды. Ол кез келген авторитарлы билеушінің авторитарлы билік аяқталғаннан кейінгі оның күтіп тұрған тағдыры сол. Кейбір елдерде жаңағы авторитарлы билеуші орнынан кеткеннен кейін оған іс қозғалып жатады, болмаса түрмеге қамап жатады. Енді көршілерімізде де тарихынан білеміз. Қазақстанда көріп отырсыздар, қаңтар оқиғасынан кейін барып тұңғыш президенттің билігі әлсірегеннен кейін міне тіпті жарты жыл өткен жоқ. Конституцияға соншалықты бір даңғараменен енгізген сол елбасы туралы бапты бір-ақ күннің ішінде алып тастады. Сондықтан ол енді сарапшы болғандықтан негізі белгілі болған нәрсе деп ойлаймын. Яғни саясатты, тарихты білетін адамдар бұндай халықтың қалауын, мүддесін ескермей енгізілген бап ерте ме кеш пе қандай заң болсын, конституция болсын, ол жойылатындығы анық болған. Ол тек қана уақыттың ғана мәселесі еді. Сондықтан өз басым ешқандай эмоциясыз қабылдадым деп айтуға болады. Елбасының статусын конституциялық мәртебесінен айырады деген кезде біраз эксперттер бұны Тоқаев қаңтар оқиғасынан кейін алаңға шығып Назарбаевке шал кет деп айқайлаған халық үшін Назарбаев дәуірі кезеңі осымен аяқталды деген бір символикалық жест ретінде де айтып жатты. Сіз қалай ойлайсыз, енді осы өзгерістерден кейін Назарбаев кезеңі шынымен аяқталды ма? Мен үшін Назарбаев кезеңі 18 жыл ме, 19 жыл ме кеткені. 19 жылы сәуір айында, ұмытпасам. Сол уақыттан бастап аяқталды. Сол кетіп Тоқаевқа тастады ғой. Одан кейін Тоқаев 2 айдан кейін сайлау болды. Мен сол кетіп Тоқаевқа тастадым дегеннен кейін бар, мен Назарбаевты жоқ деп ойлаймын. Болды. Кейбіреулер айтады ғой, мына жерде кітапхана, мына жерде ақорда бірін-бірін бақылап отырады екен. Жоқ. Егер президент болған Тоқаев өзінің президенттігін жүзеге асыра алмаса, жаңағылардың бәрі соны ақтау үшін жасалған мәселе. Ойбай, мынаған жұмыс істетпейді екен. Онда сен неғып президент боласың? Жұмыс істетпесе, сен біреу кітапханадан біреу бақылап отыратын болса, басқа болса. Иә, Назарбаевтың адамдары көп жерде қалды, парламент ұстап отыр, үкімет ұстап отыр, ол белгілі мәселе. Бірақ сен президентке келгеннен кейін кез келген нәрсені ауыстыруға да құқың бар, мүмкіндігің бар. Сондықтан оның бәріне менің өз басым, менің ойымша 19 жыл сәуірден бастап мен үшін Қазақстан қоғамында Назарбаев жоқ. Ал оның бәрін кейіннен көтеріп, қаңтарға дейін кем дегенде 2 жылдан астам президент болды. Не істеді Тоқаев мырза мысалы? Егер осыны ауыстыратын болса, жоқ әлде қанынан кейін барып қана соның қажеттілігін түсінді ме? Жоқ әлде Назарбаевтың кезеңінің халыққа ештеңе бермеген одан кейін түсінді ме? Мен оны білмеймін. Егер халықтың бәрі оны түсініп отырса, Тоқаевтың түсінбегені мен үшін таңғалатын мәселе. Сондықтан мен өз басым олай деп ойламаймын. Бұл қаңтардан кейін емес, бұл менің өз ойымша. Осы 30 жылғы бойынғы келеңсіз нәрселердің бәріне кінәлі Назарбаевтың қыздары, Назарбаевтың туысқандары, жақын жуықтары деп сояққа жіберіп, мынау не дейді, әуелі
қоян жүгіреді, мынау Англияда артынан иттер жүгіреді ғой, сол сияқты жіберді да, оның артынан құлақтар салпылдап иттер жүгірді, ол міне Назарбаевтың бәрін тұқымдарын құртатын болдық дейді. Бірақ билік жүйесі жалғыз адам емес. Сол билік жүйесінің артында мысалы, ұмытпасам 165 адамды олигархтар жинап алды ғой, жаңа халық ақшаларын бөліп беріңдер деп. Сол ішінде көп болса 10 адам шығар Назарбаевтың туысқаны, ал басқалар қайда? Демек, биліктің жүйесін Тоқаев сақтап қалғысы келді. Сол үшін құрбандыққа Назарбаевтың туысқандарыменен бәрін берді. Және оған мынау қаңтар оқиғасы өте керек болды да, және жақсы келді да, соның жаңағы не дейміз? Бұл да революциялық түрде жаңағыдай Назарбаевтың туған туысқандарын орға итеріп жіберуге бір ілік болды да бұл мәселеде. Сондықтан менің ойымша тек қана Назарбаев емес, еш уақытта бір топ, не бір клан бүкіл қоғамды өзгертіп ұстап отырмайды. Бұның қасында бәрі болды, оның ішінде Тоқаев та болды, осы жүйені жасаған. Сондықтан осының егер мойындай білетін болса, онда менің ойымша екі мәселе жасау керек еді. Не Назарбаевтың осы уақытқа дейінгі жасағанның бәріне таза тексеріс жасау керек, не мемлекеттік комиссия, не азаматтық комиссия ма, не құрылған комиссия. Не болмаса, осыған өздерінде қатыстары барын мойындау керек. Қазіргі кездегі отқан жаңағы 155-165 олигархтар мен қазіргі кездегі билікте отырған адамдардың бәрі. 2019 жыл мен қаңтар 2022 жылға дейін елде қос билік болды деп ойлаймын. Жоқ. Менің ойымша тек қана билік біреу, президент Тоқаев. Соған жауап беретін де президент Тоқаев осы уақытқа дейінгі, сол 19 жылғы сәуірден бастап жауап беретін. Тек сол. Ол қазір өзгерді ма ойыңыз, жоқ әлде сіз? Жоқ, мен сол уақытта да талай айтқан уақыттарда мен айтқан тұғым, бұл жаңағы Ақорда мен кітапхананы ойлап шығарған мәселесі біреу ақ. Бірінші Тоқаевты аман сақтап қалу керек болды. Ой, ана жерде ана отыр ғой, әйтпесе Тоқаев қатырар еді, ол өте жақсы адам еді деген сияқты да. Мына жерде ана үстінен қарап отыр ғой деген. Екінші, бұларды біріне бірі қарама-қарсы қойысы келді. Бұл негізінен оппозициялық азаматтар соны шығарды да. Бірімен бір соғысын, біріне бірінің арасына от тастайық, мынау екеуі бөлініп отыр ғой деген сияқты. Билік еш уақытта бөлінбейді, естеріңізде болсын. Билік бөлінді ма құриды, оны жақсы біледі. Билік біреу. Өйткені 2019 жылы сіз бір интервьюіңізде айтып қалдыңыз, Назарбаев толықтай биліктен кеткен жоқ, өйткені ол ертең үстінен жаңа президент, оның командасы іс қозғауы мүмкін. Ол міндетті түрде. Ол дәл солай болып келеді да. Бірінші президент кетеді, екінші президентте енді әңгіме Кореяны алсақ та жеткілікті ғой. Кореяда мен ойымша аман қалған президент жоқ, Родоудан бастап атылуға кетті, не болмаса ұзаққа кетті. Көршіміз жаңағы Алмасбек, менің жолдасым, жақсы досым, оның да қазіргі жағдайы жаңағыдай отыр, өзінің қойған адамы. Сондықтан бұл менің ойымша заңдылықта мүмкін 100% емес шығар, бірақ бұл белгілі деңгейде заңдылық болып есеп билікте. Менің ойымша Назарбаев дәуірі аяқталған жоқ, және конституцияның оның елбасы ретінде статусынан айырылғанымен де аяқталмайды. Себебі Назарбаев дәуірі дегеніміз ол бір жеке адамның мәселесі емес, ол саяси жүйенің мәселесі. Яғни бізге Назарбаевтан мұра болып қалған нәрсе, ең басты нәрсе, ол біздегі персоналистік автократиялық жүйе. Назарбаев жарайды 2019 жылы формальды түрде берді жаңағы билікті Тоқаевқа. Қаңтар оқиғасынан кейін оның енді шынайы билік әлсіреді, бірақ та саяси жүйе сол күйі қалып отыр. Сол себепті тіпті Назарбаев ертеңгі күні орнынан енді о дүниелік болғанның өзінде де ол дәуір аяқталмайды. Неге олай дейміз? Енді мен әлеуметтанушы ретінде қарайтын болсам, біз жаңағы енді қоғамдық пікірменен көп жұмыс жасаймыз. Сонда біз осы былтырғы жылдың аяғында қазақстандықтар 30 жылдықты қалай бағалайды деген зерттеу жасадық. Фокустық топ арқылы, яғни адамдарды, әр жастағы адамдарды жинап, талқылау түрінде. Сонда олардың негізгі жаңағы енді осы Назарбаев пенен Тоқаевқа қатысты айтатын нәрсесі, шын мәнісінде Тоқаевта билік жоқ, сол Назарбаев баяғыдай Тоқаевқа бұйрық беріп отқан сол, саясатты жүргізіп отқан сол деген бір қоғамдық пікір қалыптасқан болатын. Енді ол шын ба, өтірік па, ол енді ол басқа екінші нәрсе. Сосын Назарбаев дәуірі қашан аяқталады? Енді тағы да әлемдегі әр елдердің тарихына қарайтын болсақ, онда бұндай авторитарлық жүйеден кейін көп елдер егерде сол дәуірге шынайы баға бере алмаса, жаңағы толығыменен ол жүйенің қандай қылмыс жасағанына қоғам ретінде талқылап, кім не істеді, толық шындықты ашып, жауапты адамдарды люстрация арқылы ма, болмаса жаңағы қылмыстық іс қозғау арқылы ма, толығымен соны адамдар өзара ішінде қорытып, мынау ақ, мынау қара деп айтпайынша, ол дәуір аяқталмайды.
Ол сондықтан да біз егер Назарбаев дәуірі аяқталғанын қаласақ, аяқталды деп айту үшін біз сол осы 30 жыл бойы осы бір адамның билігі біздің қоғамға қандай әсер етті, оның жақсы жағы қандай болды, жаман жағы қандай болды, сол бар шындықтың бәрі ашылу керек. Әрбір жауапты адам, оның үстіне әрбір жауапты адам жауап беру керек істеген қылмысына. Сосын жаңағы біздің тарихымыздағы ақтаңдақтар ашылмай қалған, жаңағы Алтынбек Сәрсенбаев пен Заманбек Нұрқаловтың өлімінен бастап кейінгі Жаңаөзен оқиғасы, одан кейін қаңтар оқиғасы бар. Соның барлығы ішінде ашылмайынша бұл дәуірден біз шыға алмаймыз. Біз қанша адамды ұмытып кетейік, оны заңның бәрін өшіріп тастайық, тіпті анау мекемелердегі портретін алып тастайық, ол қазірдің өзінде болып жатқан процесс, бірақ онымен жүйе сақталатын болса, онда ол дәуір аяқталмайды, ол дәуірде біз ары қарай өмір сүре беретін боламыз. Сіздің жасаған сол зерттеуіңізді мен де қараған болатым. Сол кезде Назарбаев туралы сұрақ қойған кезде 50 жастан жоғары адамдар Назарбаевқа құрметпен қарайды. Және 2019 жылы биліктен кеткен кезде ең қатты күмәнданған да топ сол кісілер болды, ал қуанғандар керісінше жастар және де орта буын өкілдер болды ғой, қателеспесем, солай ғой? Енді бір статистикалық түрде оған бір дәлел ретінде келтіру қиын, бізде себебі опрос жасаған жоқ, сауалнама емес, ол жаңа фокустық топ ретінде. Бірақ бақылаған нәрсеміз, яғни аға буын өкілдері, 50-ден асқан кісілер, Кеңес одағында өмір сүрген кісілер, олар үшін Назарбаев деген адам ол жаңағы бір әлде сакральдығы сақталған тұлға. Сосын ол кісілер не үшін 2019 жылы мысалы Назарбаев кеткен кезде кейбір адамдар айтады, біз үрей сезіндік, себебі ол кетіп қалса қайтадан сол 90 жылдардағы анау дүрбелең заманға қайтып келеміз ғой деп қорықтық деп айтады. Ал жас буын үшін оның кеткені керісінше бір жаңа өмірге аяқ басқандай, бір жаңаша бір терезе ашылғандай бір әсер еткен болатын. Яғни сондай айырмашылықты байқадық. Ол жерде енді Назарбаевтан шаршағандық па, жоқ әлде қалыптасқан күнделікті жүйеден шаршағандық па? Назарбаев кеткен кезде 2019 енді жандан бір жүйе болады, өзгерістер болады деген сенім болды ғой. Екеуі бір нәрсе, енді Назарбаевтан шаршау, ол осы жүйеден шаршау. Себебі әсіресе жас буын үшін, мысалы мен өзім енді 40-қа жақындап қалдым, бірақ та менен кейінгі буын, мысалы үшін 30 жастағылар айтады, біздің өмір бойы көргеніміз Назарбаев, әліппені ашсақ Назарбаев, Қазақстан тарихын ашсақ Назарбаев, университетке барсақ Назарбаев, телевизорды қосақ Назарбаев. Енді ол кеткен кезде біз қуандық, жаңаша бір әлемге жол ашылғандай сезімде болдық дейді. Сондықтан да бұл зерттеу шын мәнісінде де жас буын үшін Назарбаевтың бір сакральдылығы жоғалғандығын көрсетеді. Керісінше әсіресе жоғары білімді, жақсы білім алған азаматтар үшін Назарбаев көбінесе бір авторитар, диктатор деген бір баға қалыптасып келе жатыр. Бұл тренд әлі де үдей түсе беретін болады. Енді мысалы үшін қаңтар оқиғасына алып келген нәрсе де осы қоғамдағы тікелей осы жүйенің символына айналған Назарбаевқа қарсылық болды ғой. Яғни шалкет деген ол шал деген тек қана жеке тұлға ретінде ғана емес, осы жүйеге қарсылық болатын. Сол себепті ол бірге жүрген нәрсе, яғни Назарбаев ол тұлға ретінде символ, ал жүйе ол адамның қарсылығы сол тікелей жүйеге байланысты болды. Айтқан уақытта мен 100% қолдаймын. Әңгіме жаңа мен айтқан уақытта Назарбаев тұлға есебінде 19 жылдан бастап мен үшін жоқ дедім да. Ал жаңағы Назарбаев дәуірі, Назарбаевтың жүйесі қалды, бірақ осыған да менің ойымша бір не берген дұрыс сияқты, терминді анықтап алған дұрыс сияқты. Мен өз басым Назарбаев жүйесі дегенге келісе қоймаймын. Енді мен ғалым емеспін, зерттеуші емеспін ғой. Себебі бұл жүйе баяғы совет үкіметінің жүйесі. Сәл мүмкін өңін айналдырған шығар. Бұны кезінде тоталитарлық жүйе деді, совет үкіметі кезінде, Қазақстанда авторитарлық жүйе деді. Бірақ оның жалпы тағы бір атауы бар. Сол уақытта болған, енді сіздер білетін шығарсыздар, әкімшілік әміршілдік жүйе дейтін тұғын. Әміршілдік әкімшілік жүйе дәл сол күйі сақталды. Бұл Назарбаевтың ойлап тапқан жүйесі емес. Назарбаев соны сәл пәлда болса, жаңағы не дейміз, сылап сипап, ауыстырып, әрі қарап авторитарлық жағын басымдау болды да сол жүйені жалғастырды. Сондықтан бұл Назарбаевтың өзін ойлап тапқан жүйесі. Оны шартты түрде Назарбаев жүйесі деп қазір қабылдаймыз, қолданамыз, айтамыз, бірақ Назарбаевқа дейін осы жүйе болған жоқ деген емес. Бұл совет үкіметіндегі, кәдімгі совет үкіметін құртқан осы басқару жүйесі, биліктің осы басқару жүйесі. Дәл солай келді да. Өйткені демократиялық ешқандай бір өзгерістер болған жоқ. Жаңағы айтамыз ғой, биліктің бөліну тармақтарын тағы басқа деген сияқты болған жоқ. Тағы басқа, сен керек десеңіздер бізде әкім деген сөз шықты. Әкім деген саған әкімдік көрсетті жоғарыдан. Әкімдік әміршілдік жүйеден құтыламыз деп отырып, біз әкім деген сөзді алып келіп салдық. Қысқасы бұл жүйе бар жүйе. Тек қана оның сәл-пәл өңін айналдырып жаңа түрі, жаңа типі.
және қаңтар оқиғасынан кейін бұл жүйе ешқайда кеткен жоқ. Кеткен жоқ, ешқайда кетпейді. Себебі сол адамдар, сол басқарудың түрі, тәсіл, мен ойымша, мүмкін бұлар жаңадан бірдеме жасағысы келеді, бірақ өмір бойы оң қолмен жазған адам сол қолмен жаза алмайды. Бұлар, мен ойымша, демократиялық бір әділетті қоғам дейміз ғой, шарт түрде әділетті қоғамды бұл адамдар жасай алмайды. 30 жыл бойы осы жаңағы шарт түрде Назарбаевтың жүйесіне қызмет еткен, бірге болған. Оның ішінде Балташ Тұрсынбаев бар, оның ішінде соның идеологиясын жүргізген Рысбек Сәрсенбаев бар, оның ішінде Мұхтар Әблязов бар, министр болған, осы жүйені жасаған адамдар. Сол күйінше. Жас команда барды ғой, мысалы үшін президент әкімшілігі. Сол жас команданың өзін бұлар өздерінің бағытына дайындап үлгерді. Мысалы, мен енді көп араластым, сәлемімізді сөйлесем, мысалы Алтай Көлгінов шетелден жақсылап оқып келген адам. Бірақ дәл сол Байбек дәл сол сияқты келді ғой, Австрияны бітіріп, Лондонды бітіріп келді. Бірақ олар дәл сол күйінше, өйткені оларды бұл ағаларымыз енді өздерінің басқару жүйесіне әкеліп түсірді. Білмеймін. Сондықтан мен әр уақытта айтамын да, өзгеріс болатын уақытта команда келу керек. Не бір саяси партия мау, не бір қозғалыс, тіптен болса бір клуб бау, яки мен сияқты. Белгілі топ келмесе, жеке-жеке адамдар келсе, бұлар арасына кіріп адаптировать етіп жүреді екен жағы. Өздерінің жағына шығарады, өздеріндей менталитетке үйретеді екен. Енді жаңа айтып отырған Назарбаев жүйесі деген шарттатпен айтқан жүйе қалғанымен қаңтар оқиғасынан кейін Назарбаевтың мәлімдемесі болды. Мен 2019 жылы биліктен кеттім, мен енді Қатардағы зейнеткермін деді. Конституцияға енгізілген өзгерістерден кейін енді Назарбаев елбасы туралы, бірінші президент елбасы туралы конституциялық заң да жойылатын болады. Енді онда қазір Назарбаев кім? Шынымен зейнеткер ме? Зейнеткер? Оның мүмкін жаңағы белгілі бір ойда болуы мүмкін, неше түрлі жаңағы пиғылы да болуы мүмкін, саяси мақсатта болуы мүмкін. Ең бастысы оның мүмкіншілігі, қаржылық мүмкіншілігі де бар болуы мүмкін. Бірақ шартты түрде, не дейміз, формальды түрде ол зейнеткер. Зейнеткер есебінде мен 19 жылдан бастап оның зейнеткер дейін болды. Менің ойымша әлі белгісіз, оны тіпті өзі де білмеуі мүмкін, ертеңгі күн тағдыры не болатын. Себебі шешім менің ойымша ол былай жоспарлы түрде емес, бір конъюнктураға негізделіп жасалатын сияқты. Оған мысал жаңағы конституциялық реформада елбасына қатысты бапты біресе алмаймыз деді, одан кейін екінші күн аламыз деді. Яғни біздің бүгінгі билік басындағы азаматтардың арасында да бір ортақ бір шешім, ортақ түсінік жоқ сияқты. Біріншіден, екіншіден, тағы да егер дегенді бір саяси процесс ретінде қарайтын болсақ, бұл кісі ерте ме кеш пе қазіргі билік өзінің легитимациясын күшейту үшін анаған қарама қайшы қоюына керек болады, мәжбүр болады. Себебі тағы да логика сондай. Егер сен өзіңді жақсы көрсету үшін, бұған өзіңнің қателігіңді, яғни барлық проблемаларды сен өзіңнің алдыңда болған жаңағы басқа билеушіменен байланыстырасың. Ол тағы да заңдылық. Сондықтан да енді іс қозғалмай ма білмеймін, бірақ дегенменен де бүгінгі биліктегі отырған азаматтар осы Назарбаевтың мұрасын енді оған дейін айтты ғой, жаңағы Тоқаев айтты ғой, біз ол кісіге жаңағы жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар деген сияқты Мао Цзедун сияқты қылып келтірді ғой, Қытайдың мысалын келтіріп. Бірақ менің ойымша олай жабулы қазан күйінде ол бұл тақырыпты ұстай алмайды. Негатив өйткені өте үлкен негатив жиналып қалған бұл кісіге, бұл жүйеге. Ол шыға беретін болады. Бұлай ма, ол саяси партиялар қазір келетін болса парламентке, олардың да повесткасында бұл тақырып болады. Өйткені бұл тақырып қоғамда бар. Бұл тақырып әр азаматты, әр қазақстандықты қатысы бар. Сондықтан да менің ойымша бұл кісінің енді қаралы болмаса да оған негативті жағын айту күшейе беретін болады. Оны аяғы неге алып барып келеді, енді ол жағын айту қиын. Біз енді оның жаңағыда досаға айтты ғой, Тоқаев пайдаланып кеткендей болды ғой. Барлық негативті Назарбаевқа, оның отбасына артып, енді бұл жерде өздерін сүттен ақ, судан таза көрсеткісі келеді ғой. Бұл орайда енді, бірақ оның алдында сіз жаңа айтқандай, Назарбаевты тәуелсіз Қазақстан негізін қалаушы деп айтқан болатын. Дәл Тоқаев та айтқан болатын, қазір ел алдында жүрген біраз жоғары лауазымды мемлекеттік қызметкерлер де айтқан болатын. Яғни жарты жыл бұрын ғана Назарбаевты мадақтаған адамдар бүгін Назарбаевты жамандай бастады. Бұл тұрғыда енді азаматтық, жалпы біздің азаматтардың Назарбаевқа деген көзқарасын
ауыстыру үшін мемлекеттік тұрғыда бір саясат жүргізіле ма? Өте қызық сұрақта. Жалпы не дейміз, Қазақстанды құрушы деген сияқты сөздерге мен өз басым тәуелсіз мемлекет деген сияқты сөздердің Назарбаевқа мүлдем қатысы жоқ. Бұны дәлелдеудің ешқандай қажет жоқ. Мен бір ғана мысал айтайын. 1991 жылы шілде айында Қызыл жұлдыз деген газетте Назарбаевтың сұхбаты шықты. Сол уақытта ол, енді мен басқасын айтпай қойғанда, сол уақытта ол Кеңес одағын сақтап қалуымыз керек, жаңа одақтық шарт деген нәрсені алдымызға тартты. Тәуелсіздік алғанға дейін біз тәуелсіз болайық деген сөз Назарбаевтың аузынан шыққан жоқ. Студенттерді алаңға біз бір рет алып шықтық, бәрі айқайлап тұрды, жаңағы Сенаттың алаңындағыдай. Сол уақытта Назарбаев алдына шығып, мынау қырғыздар да тәуелсіз, өзбек те тәуелсіз, сонда біз автоматически тәуелсіздік боламыз ғой деген сөзі бар. Демек, тәуелсіздік туралы бір сөз айтпаған адам тәуелсіздік алған мемлекеттің басшысы болғанның өзі абсурд. Бұл не істеді бұның басшы болатында? Енді бұның бәрі билікті басып алудың бір жолы болды, оны басқа жаққа қояйық. Бірақ әңгіме соған дейін тәуелсіздік үшін осы Қазақстанның күрескен адамдардың қатарына жатпайтын адам. Ол қалай тарихта солай қалады? Бұл идеология. Осыншама 30 жыл бойы бізге жаңағы идеологияны кіргізді, осы бәрін істеген сияқты, бірақ біз тіріміз ғой әлі сол уақыттарда 88-89 жылдардағы азаматтар тіріміз. Кімдердің сол уақытта тәуелсіздік үшін күрескені, сол мәселені көтергенін бәрін біздер білеміз. Оның үшін Назарбаев болған жоқ, оны баяғыдан айтып жүрміз, кітабында да жазылған, сондықтан ол мен өз басым оған қарсымын. Тіпті біз жаңағы зерттеуімізде байқадық, енді осы 30 жыл, әсіресе соңғы 15 жылдың ішінде бізде Назарбаевты бір сондай енді ұлт көсеміне айналдырғысы келетіндей пропагандалық жұмыс жүрді ғой. Жаңағы елбасы статусын кіргізу деген сияқты, оған атын беру, көшелерге, аэропортқа, университетке деген сияқты. Сонда біз жаңағы зерттеуімізде байқағанымызда ол кері эффект берген. Қаншалықты жаңағы имиджді қоғамға таңғысы келген сайын, қоғам оны қабылдамай, қарсы қабылдап, керісінше оның жаңағы тәуелсіздік негізін қалаушы деген нәрсені мойындамайды жалпы алған кезде. Оған жетістігі ретінде мойындайтын нәрсе ол жаңағы Қазақстанды халықаралық аренада таныттыға үлкен үлес қосты дейді. Сосын жаңағы шекара мәселесін айтады, ішкі тұрақтылық сақтап қалды, жаңағы Алматыдан Астанаға көшіргенін шешімін айтады, сонымен аяқталады. Яғни экономикалық тұрғыдан, саяси тұрғыдан оның жетістігі енді жоқ дегенге сондай негізгі нарратив сол. Сол себепті жаңағы ол тағы да бір ирония да, қаншалықты енді осыған қыруар қаржы жіберді, имидждік шаралар жүргізілді, қаншама біздің пропагандист блогерлар бар осыған жұмыс істеді, айналып келген кезде бәрібір тарих өзінің объективті бағасын береді. Өйткені сіздің зерттеуіңізде де халық соны айтып жатты ғой, ең бірінші 30 жылда қандай жетістік деген кезде бұл Экспоны айтты, Астананы ауыстыру айтылды, Алматыдан болғанда жетістік ретінде көрсетілді ғой. Негізгі оқиғалар деген сұрадық, сонда негізгі есте қалған оқиғалар сол Экспомен байланысты. Бірақ соның барлығы Назарбаевпен тікелей байланысты нәрселер ғой. Сол ғой имидж, сыртқы жаңағы Қазақстанды әлемге таныту деген нәрсені, Назарбаевтың жеке жаңағы жеңісі, жетістігі ретінде сонымен байланыстырады. Яғни бізді Қазақстан ретінде жаңа Экспо өткізгенінде, мысалы Экспоны қолдайтын азаматтар бар, олар айтады, Экспоның арқасында бізге талай азаматтар келді, бізді жаңа әлемде бізді біліп қалды дейді. Соны Назарбаевтың соның шешімі сонымен байланыстырады. Бұның бәрі идеологиядан туған пікірлер ғой, қалыптасқан. Бұны жалпы көбісін шындық деп айтуға болмайды сияқты. Біздегі тұрақтылықты сақтап отқан қазақ халқы. Қазақ халқының не дейді жаңағы көрегендігі, оның төзімділігі дейміз бе, туысқаншылдығы, бауырмашылдығы дейміз бе, оған Назарбаев таласа алмайтын шығар енді. Менің болғанда ғана осы сақталып отыр деп. Жоқ, қазақ халқы сақтап отыр. Қысқасы әрқайсысына жауап табуға болады. Бірақ әңгіме былайда барды, жоқты бар етіп көрсету, бұл идеологияның негізгі жұмысы, сол жұмыстың нәтижесі міндетті түрде болады. Енді жаңа идеология бойынша да Назарбаевтың былтыр тәуелсіздіктің қарсаңында шыққан тәуелсіздік тағылымы атты мақаласы болды, қателеспесем.
сол жерде ол жазды Қазақстан тәуелсіздікті қалай алғанын, өзінің оқыған шығарсыз, өзінің көзқарасын жазды. Парламентте қалай, жоғары совет кеңесте қалай қандай қарсылық болғанын, 8 миллион орыстар тұрып жатқанын айтты, қалай бөлініп кетеміз, олар басқа мемлекеттің тұрғыны болып кетіп, соларға қарсы қалай қарсылас болғанын жазған еді. Енді Назарбаев өзін сол мақалада өте былай ұлтжанды адам ретінде көрсеткісі келді, мен түсінгенім бойынша. Тарихты қайта жазғысы келді ғой, жаңа интерпретация бергісі келді, бірақ ол егер қолдан жасалған болса, негіз жоқ болатын болса, ол бәрібір енбейді тарихқа. Бірақ қазір енді бәрі салыстырмалы ғой енді. Біз қазір енді Тоқаевтың президент ретінде қадамдарын көріп жатырмыз. Ол көбінесе жаңағыдай осы 30 жыл болған бір Назарбаевтың қолданған политтехнологиялық бір қадамдарын қолданғысы келеді. Наурызда Алматыға келді, кішкентай балалардың қолынан ұстап, немесе мешітке бару, құттықтауы, бірақ Назарбаевта жаңағы Тоқаевқа қарағанда бойындағы қазақилығы көп сияқты болып көрінеді. Тоқаевта бұл жасанды, ал Назарбаев бұны істеген кезде кәдімгі өзінің бойындағы табиғат сияқты көрінеді. Бұл тұрғыда жалпы Назарбаевқа өте көп мін тағылатын нәрсесі, біз Өзбекстан сияқты 90 жылдары тіл мәселесіне ден қоймадық дейді біраз қазақ. Бірден қазақ тіліне көшуіміз керек еді, бірден оны заңда бекітіп, барлығын қазақ тілін міндеттеуіміз керек еді. Бірақ мемлекеттік пропаганда ол кезде қазақтың саны аз болды. Оның үстіне қазақ тілін білетін қазақтардың саны аз болды. Және де Назарбаевтың көрегендігі осы арбаны сындырмай көшті аман алып өтіп, қазақтардың үлесін 70%-ға дейін жетті оның тұсында. Және оның көбісі қазақ тілінде сөйлей алады деген бір нарратив бар, месседж тартады. Сіз жалпы қалай ойлайсыз, Назарбаевтың қазақтың санасында, жадында ұлтшыл ретінде қалу, ұлтжанды азамат ретінде қалуы мүмкін бе? Бұлайда бәрін салыстырмалы түрде дейді ғой, жаңағы сен айтып жатқан балдардың қолын алу, көтеріп тұру деген сияқты наурызға бару, мен ойымша бұл кешірімде, бұл барлық саясаткерлердің істейтін ісі да. Біреулерге жақсы жарасады, біреулерге жараспайды. Енді Тоқаевтың өзінің, не дейміз, өзінің ұстанымы сәл-пәл бөлектеу. Шындығында оған қараған уақыттарда егер екеуін салыстырсаң, Назарбаев шындығында домбырамен өлеңді айтады, әзіл, кейде анекдот айтып қойып, ол халықтың арасында жаңағы судай сіңіп жүре беретін адамда, ол ондай несі бар, барлығын бар. Бірақ ұлтшылдық жағынан бізде қиын жағдай болды, демографиялық жағдай, басқа жағдай. Бірақ дәл солай салыстырған, мысалы Латвияны алсақ, бізден де көп орыстар бар. Олар да тіл мәселесін шешіп қойды. 1,5-2 жылдың ішінде шешті. Қысқасы тіл мәселесі де басқасы да шешуге болатын еді. 90-91 жылдары тілге деген, не дейміз, көзқарас мүлдем басқа тұғын. Осы қазақ тілі, осында мемлекеттік тіл, оқуымыз керек дейді. Мен сонда қазақ тілінен сабақ берем. Каспийде ұмытпасам 3 топ болды менде. Кәдімгі топырлап келеді да, қазақ тілін үйренейік деп. Сонда әрбір қазақ тілін беретін мұғалімнің арт жағында жүгіріп жүрді адамдар. Курс ашыңдаршы, қазақ тілін үйренетін деген сияқты. Ол уақытта өзгертуге болатын еді, мейлі қанша, сонда 39 ба 40 па пайыз өзгертуге болатын еді. Әңгіме оған барған жоқ, және барғысы да келмеген болу керек ол жерде. Сондықтан бір ұлттық бағыттағы қазақ дегенді ең бірінші орынға қоятын тұлға деп мен өз басым айта алмаймын. Енді өз басым білмеймін, басқалар қалай қарайды. Егер де шынымен де ол ұлтшыл ретінде танылатын болса, қазір өздерін ұлтшыл деп жүрген азаматтар, олар Назарбаевты бір өзінің идеологы дейміз ба, бір символ ретінде оны пайдаланар еді, бірақ ол керісінше ол анти-ұлтшыл ретінде көбірек жиірек аталатын сияқты. Сондықтан бұл жерде. Бірақ мен осы жерде бір нәрсе қосып жіберейін, кешірім сұраймын. Өкінішке орай Тоқаевтың егер салыстырғанда Назарбаевпен қазіргі ұстанып отырған саяси бағыты және жүргізіп отырған жұмыстары Назарбаевтан да нашар. Қазақ тіліне деген, ұлттық мәселеге деген. Оны барлық жағынан көріп жатырмыз. Білмейміз, бұл Ресейдің жағынан белгілі бір, не дейміз, қысым ба, енді саяси жоғары жақта өздерінің ойындары бар ғой. Бірақ егер дәл ұлттық мәселеге салыстырған уақыттарда Тоқаевтан Назарбаев артық болып кетеді. Бұны сұраудың да себебі мынада, бізде
2017 жылы ма қателеспесем рухани жаңғыру бағдарламасы қабылданды. Және де рухани жаңғыру бағдарламасы қазақ тілінде жазылып, қазақ тілінде жолданған бірінші және соңғы не болды, бағдарлама болды қателеспесем. Қазақ тілінде жарияланды бірінші болып, бірақ қай тілде жазылған белгісіз. Өйткені орыс тіліндегі бағдарламаның орыс тіліндегі нұсқасы бір 3-4 күннен кейін бірақ шықты. Сол кезде бұны бір қазақ тілді жұртшылық үлкен сигнал ретінде қабылдады. Біз міне санымызды өстік, біраз буынымыз қатты. Енді біз өзіміздің ұлттық жаңағыдай салт дәстүрімізді барлығын жаңғыртып бір арнаға тоғыстыра аламыз деген. Өзінің фамилиясына не дейді, жасанды түрде кірген ОФИФ-ті алып тастамай жүрген мемлекет басшысы ұлттық мәселені қатырмайды. Бұл белгілі бір идеологиялық жұмыс болды. Мен білемін, кімнің жаңағы рухани жаңғыру дайындап берген адамдарды да білеміз. Бұл бір не дейміз, бұл бір проект. Қазақтарға бір жақсы көріну үшін жазылған. Нет, популистік бір проект. Қаншама ақша кеткенін мен білмеймін, өкінішке орай. Кез келген нәрседе мен енді прагматик дейме, практик дейме, мен нақты нәрсені жақсы көремін да. Егер ұлттық жаңғыру басталған уақыттарда ең бірінші 3 нәрсе айту керек еді. Ал ОФИФ-тен құтылыңдар, балдарыңды қазақ мектебіне беріңдер, қазақша жазыңдар, қазақша сөйлеңдер деген 3 нәрсе болса, ұлттық жаңғыру сонда болатын еді. Біз қайталап нағыз қазақтық деңгейімізге келеміз. Қазіргі не дейміз, өмірде қазіргі заманның талабына сай, бірақ ұлттық негізі бар, жапондықтар сияқты. Сондай керек. Ананың бәрі ішінен бірдеме ұстап таба алмайсың да, жаңағының бәрін қарасаң. Бұл не дейді, әйтеуір аты бар, жаңғырығы бар әр жерде. Соны кез келген адамдар пайдаланды, оның арт жағынан проекттің атынан проекті кетті, ақша кетті, соныменен сол күйінше қалды. Менің ойымша еш нәрсе берген жоқ. Бұл белгілі бір кезең болды, халықпен, қазақпен ойнаудың белгілі бір кезеңі деп ойлаймын мен бұны. Енді кез келген билікте отырған азамат мейлінше қоғамдағы жаңағы сұранысты қанағаттандырғысы келеді ғой. Ал енді жалпы қазақ ұлтшылдығы ол үлкен жаңағы сұраныс, ұлтшылдық деген енді бір қозғалыс деп айту қиын, бірақ бір үлкен жаңағы нарратив болды, осы тіл мәселесі, жаңағы тарих мәселесі деген сияқты. Сол именно этникалық қазақ этникалық тобының бір мүддесі ретінде бір сондай қоғамдық кеңістікте сұраныс болды. Сол сұранысқа жауап ретінде Назарбаев тарапынан, оның әкімшілігі тарапынан үнемі жауап болып отырды. Ол рухани жаңғыру бар, жаңағы латын қарпіне көшу бар, сосын кезінде ел бірлігі доктринасы бар, мәдени мұра деген бағдарлама болды. Сосын жаңағы қазақ тілді аудиторияға басқаша месседждер беру, бір сөздерді қолдану арнайы, орыс тілді аудиторияға басқаша сөздер беру деген сияқты бір енді саяси технологияның бір түрі болды. Ал енді өзінің жүрегіменен, енді менің ойымша ол прагматик, ол коммунистік идеологияда көрген, жаңа капиталистік жаңағы нарықтық заманның соған бейімделуге тырысқан азамат, демократияның да жүйе ретінде қарастырып, оның да бір белгілі бір атрибуттарын енгізгісі келген. Сондықтан да ол барынша бір бейімделу, енді саяси жануар деген түсінік бар ғой, саяси жануардың бір ең бір айқын не сияқты да, өкілі сияқты. Өйткені сол бағдарлама шыққан кезде біраз қазақ қуанды. Сакральды Қазақстан деді, енді қайтадан біз өзіміздің тарихымызды жаңғыртатын боламыз деген сияқты сарында нәрселер болды, айтылған болатын. Енді қазір Назарбаевты жай ғана зейнеткер деп отырсыз ғой, бірақ соңғы референдумның алдында ол Данияр Әшімбаевқа интервью берді. Телеграм арнасында жарияланды, қаншалықты беріп берген белгісіз, бірақ Назарбаевтың интервью деп шықты. Сол кезде ол мен халықтың 97% қателеспесем қолдады, және де сондай қолдауға ие бола тұрып, мен президенттіктен өз еркіммен кеттім деп айтқан болатын. Енді сіз қазір халықтың ішінде зерттеу жүрсіз ғой, пікірін қалай ойлайсыз, егер дәл қазір Назарбаевтың рейтингін сұрастырып зерттетін болса, қандай деңгейде болады? Енді біз сауалнаманы үнемі жүргіземіз ғой, енді соны 2000 жылы ондардан бастап осы Назарбаевқа қатысты бізде рейтингісіне қатысты сұрақтарды қойып жүрдік, әр зерттеу орталығында жұмыс істедім. Сонда орта есеппенен халықтың 60-70% оған сенеміз деп жауап беретін. Яғни қоғамда оны қолдау болды, оны мойындау керек, оны енді ар жағында қорқыныш тұрды ма, болмаса одан басқа кім бар деген ой тұрды ма, бірақ та
егерде жаңағы саяси лидер ретінде оның легитимдігі болды. Қаңтар оқиғасынан алдында біз жаңа зерттеу жасадық қой, 30 жылдыққа байланысты. Сонда фокус группа барысында да біз жаңа сұрақ қойдық, әр саяси тұлғаға осы Қазақстанның тәуелсіздігінде ықпалы бар, соған қандай баға беруге болады деген кезде Назарбаевқа қатысты пікір екіге жарылды. Бір жағынан жағымды, бір жағынан жаңағы неоднозначный, яғни жақсы жағы да жаман жағы да бар деген сияқты. Бірақ жаңа өзіңіздің айтып жатқаныңыз неоднозначный дегенді енді аударсақ, ол жаман деген нәрсе емес қой. Ол жаман жағы да бар, жақсы жағы да бар деген сөз. Яғни бір енді қаңтар оқиғасының мүмкін өзгерген шығар, бірақ та енді жалпылама былай қоғамда бір үлкен жалпы қоғамдық пікірді қарастыратын болсақ, оған енді негатив басым болды деп айту қиын. Негатив болды бір белгілі бір сегменттерінде. Сондықтан да дәл қазір егер сауалнама жасайтын болсақ, мүмкін 50-50 болып қалар ма, кім біледі. Бірақ та бұл жерде сауалнама деген инструменттің өзінің шектеулері бар екендігін ескеру керек. Себебі бізге жаңағы анкетамен сұрақ қойған кезде сіз әр жаңағы тұлғаға қандай баға бересіз деген кезде азаматтар бөтен азаматқа мен біреуді жек көремін деп айту біздің мәдениетімізге онша сәйкес келмейді. Оның үстіне біз сияқты авторитарлық саяси жүйелерде, мәдениетте жаңағы басшылыққа қарсы сөз айту деген нәрсе өте қиын, психологиялық қиын нәрсе, өйткені қоғам өте конформист болып қалыптасады. Ол нәрседен арылу өте қиын. Соны да ескеру керек. Сол себепті соны ескере отырып мен сол 50-50 деп болжау жасайтын едім. Сіздің пікіріңіз бар ма? Жоқ, жалпы кімнің айтқан дұрыс қой, мына ерікті қоғамда ғана адамдардың пікірін зерттеуге, бәріне пайдалануға болады. Сосын екіншіден Абайдың өзі айтып кеткен екі сөзі бар. Ақымақ көп, ақылдас деме көптің сөзі ол дейді. Ақымақ көп. Тағы да Абайдың 37-ші сөзі бар. Көпте ақыл жоқ, ебін тәпті жөнге сал дейді ғой. Сондықтан рейтингке қатысатындардың көпшілігі бұл көп. Олар жаңағы дейді, олардың берген көзқарастары нақты деп айтуға болмайды. Неге Америкада бәрі сайлауға қатыспайды? Азаматтардың бәрі. Америкада тек қана өзі сайлаушы болып тіркелген адам қатысады. Оңы мен солын білетін, қай партияны дауыс білетін адамдар. Бізде олай емес. Бізде кеше референдумға бәрі келді ғой. Сол дауыс бергендердің менің ойымша 99% жаңағы түсінгенде жоқ референдумға қойылған сұрақтарды. Себебі ол үшін бұрынғы конституцияны қасына қоюың керек, отыру керек, оны ешкім қараған жоқ та. Алғашқы 95 жылғы референдумнан кейін мен мақала жазғанмын. 99% халық референдум деген сөзге түсінген жоқ, сол 99% қолдап дауыс берді деп. Дәл сол сияқты жағдай қазір қалыпты. Сондықтан жаңағы шыққан нәтижеге әрине жаңағы саясаткердің, әлеуметтанушының өзінің бір белгілі түрде корректировкалық көзқарасы болу керек та бұндай мәселеде. Сосын тағы да біз зерттеуімізде байқаған нәрсе, қоғамда жақсы Назарбаев және жаман Назарбаев деген екі түрлі образ бар. Жақсы Назарбаев ол 2000 жылға дейінгі Назарбаев. Ол жас, харизматик, сайлауда шынымен сайлау өткізеді, одан жеңіп шығады, демократия құрып жатыр, елдің экономикасы дамып жатыр. 2000 жылдардан 2010 жылға дейін мынандай онша былай нақты образы қалыптаспаған Назарбаевта, ал 2010-нан бері қаратайғы Назарбаев ол диктаторға айналған, әбден жаңағы культ личности жасаған, атын беру деген сияқты нәрсе өте қатты қоғамға қарсылық тудырған нәрсе. Осы бәр нәрсеге Назарбаевтың атын бере беру. Сондықтан да осындай нюанстарды ескеру керек. Ол яғни егерде уақытысында кететін болса, онда ол жақсы Назарбаев ретінде қалуға бір тарихи мүмкіндігі бар еді. Қоғамдағы өзгерістерді зерттеу жүрсіз ғой, сіз мынандай тенденцияны байқамадыңыз, мүмкін бұл қателесетін шығармын, бірақ соңғы 3 жылда Назарбаев 2019 жылы биліктен кеткен кезде әсіресе мына жастардың музыка мәдениетінде, әлеуметтік желілердегі жастарда көбінесе Әлихан Бөкейханов және де Қонаевтың культі пайда болды бастады. Олар Назарбаевпен салыстырмалы түрде басталды ғой. Қонаев ештеңке ұрламады. Бір
жаңа жемқорлыққа жол бермеді, непотизмға жол бермеді деген сияқты негізгі тезистерді айтады да, ал Назарбаев керісінше бір жемқор, өзінің отбасының жағдайын ғана ойлаған адам ретінде көрсетеді. Немесе менің елбасым Назарбаев емес, менің елбасым Әлихан Бөкейханов немесе Қонаев деп айтып жатады. Бұл қолдан жасалынған тенденция деп ойламайсыз ба? Кімнің тарапынан? Екінші президент әкімшілігі, Тоқаевтың президент әкімшілігі тарапынан, Тоқаевтың айналасындағы политтехнологтар тарапынан. Мен енді ондай конспирология сияқты бұл жерде көп орайда. Мүмкін ондай жоспарлары болған да шығар, мүмкін бір жобаларды ұйымдастырған да шығар, бірақ мен үшін бұл әлеуметтік процесс. Яғни бізде қоғамда Назарбаевтың жалпы саяси жүйеге қарсы азаматтар бір жаңағы ізденіс басталды да. Енді егер де біздің мемлекетіміз енді әркім өзінің Қазақстанның патриоты ретінде сезінгендіктен, бірақ та өзінің саяси жүйемен, оның елбасшысымен өзін байланыстырғысы келмегендіктен, олар өздеріне басқаша бір жаңа символ іздей бастайды. Сол ізденіс интеллектуалдардың арқасында, жаңа мәдениет қайраткерлерінің арқасында сол Қонаевқа алып келеді бір жағынан, өйткені Қонаевтың жаңағы жемқор еместігі, тағы да қарама қайшы қоя отырып қой, мына жүйе жемқор болса, кім жемқор емес, ол мынау Қонаев деген сияқты. Сосын жаңағы алаш қайраткерлері, оның ішіндегі ең жарқын образ ол жаңағы Әлихан Бөкейханов. Сондықтан да ол сол ізденістің нәтижесі сияқты менің ойымша. Яғни интеллектуалды класс деген түсінік бар. Яғни интеллектуалды, оның ішіне жаңағы креативті класс та кіреді. Олар тек қана енді өзінің жаңағы басты қажеттіліктерін ғана емес, бір рухани қажеттіліктерін қанағаттандырғысы келеді. Ол ондай қажеттілік бар. Оны қанағаттандыру барысында олар бір азық, интеллектуалды азық іздей бастайды. Сондай азықты қанағаттандырған тұлғаның бірі ол Әлихан Бөкейханов, оның еңбегі, өмір жолы деген сияқты. Сонымен байланысты сияқты мен ойымша көбінесе. Жаңағы бірдеме есіме түсіп отыр да, қызық. Егер ол жемқор болмаса, ол жақсы басшы болды деген. Сонда басшылар жемқор болу керек деген сияқты да, бір қызық нәрсе де. Кезінде біз совет үкіметі кезінде бір объект салады ғой. Объектіні уақытылы бітірген үшін премия береді. Бұл объектіні уақытылы бітіру ол міндеті ғой, өзінің заңды міндеті ғой. Себебі объекттердің ешқайсысы уақытылы бітпейді. 2 жыл кешігіп бітеді да, ал объектіні уақытылы берсе болды. Сол сияқты да, егер ол ақша алмаса, пара алмаса, ол пара алмау бәріміздің міндетіміз, осы отырған адамдардың бәрінде. Демек ол пара алмай қарапайым адам болған үшін оны көкке көтеру керек па? Полиция, пара алмаған полицияға. Сондайды бір рет көріп қалдым мен де. Жаңағы пара алмаған үшін полицияға Қонаевқа да байланысты осы мәселе да. Ал шындығында дұрыс әңгіме бәрі салыстырмалы жерден көрінеді да. Кімменен Назарбаевпен кімді салыстыру керек деген уақытта міндетті түрде Қонаев шығады. Оның қасында, өйткені ол біріншіден 86 жыл оқиғаға да байланысты, Қонаевпен екеуі салыстырды. Сондықтан екеуін салыстырғаннан кейін Назарбаевты жек көретіндер Қонаевты жоғары көтереді. Қысқасы бұл халықтың арасындағы пікірлер сайысы болады да, көзге көрінбейтін пікірлер сайысы. Сол уақытта әрине Қонаев бір шама жоғары тұратын айдан анық. Ал шындығында оның да Мао Цзедун демей-ақ қойып, Дэн Сяопиннің жазған өзім көрдім. Менің жасаған жұмысымның 60% Қытайға жақсылап берді, 40%-ында қателер жасадым деген сияқты. Сол сияқты әрбір басшы, әрбір адамда екі жағы қатар жүреді. Біз періште емеспіз. Сізге андай бір параллель көрмейсіз ба? Назарбаев пен Қонаевтың жалпы бір тағдырлас адамдар ретінде 86 жылға көтеріліс болды, желтоқсан көтерілісі болды, артынан Қонаев биліктен кетті, сол беті жаңағыдай зейнеткер ретінде қалды ғой. Назарбаев қаңтар оқиғасы болды, Назарбаев биліктен кетті, енді ары қарай зейнеткердің күнін кешуде бүгін. Мүмкін сәл-пәл тек хронология жағынан бар шығар, бірақ кім Қонаев өзі арыз берген 85 жылы. Арыз беріп, мен кетем деген. Және менің білетін мәліметтеріме қараған уақытта Қазақстанға басқа жақтан басшы әкел деп өзі сұраған Горбачевтан. Өйткені өзінен кейін келетін Назарбаевқа өзі сенбеген. Ол енді 85 жылы Гурьевтегі оқиға бар, жаңағы нефтяной регион жасаймыз, анамына ол басқа мәселе, ол ұзақ мәселе. Бірақ шындығында да Горбачев оны өзім телевизиядан көрдім. Қонаевтың өзі айтты, басқа жақтан адам жібер деп дейді. Өйткені ол өзінен кейін келе жатқан екінші Назарбаевқа сенбегені рас. Сол кезде қарама-қайшылыққа шыға бастаған ғой екеуі. Иә, сол уақыттан бастап шыға бастаған, бірақ менің ойымша екеуінің өмірде өмір сүру заманында бөлек, ең бастысы ол уақытта қоғам бөлек тұғын. Біз ол уақытта қазіргідей қоғамда емеспіз. Ол уақытта Совет үкіметінің 70 жыл бойы бүйтіп қалған қоғамында отырдық та. Сондықтан менің ойымша Қонаевқа сәл-пәл де болса жұмыс істеу, елді басқару оңайлау болды.
тоталитарлық жүйе кезінде ол мүлдем бөлек. Назарбаевқа шындығында қиын болды. Бірақ бұның өзінің қулығы бар, ақылы бар, алдау сулаудың бәрін жақсы білетін бар. Бұл осыдан өте білді да, шындығында бұның заманы шындығында да қуанды. 2000 жыл деп айтыр ғой тексеру. Біздің өзіміздің жігіттердің арасында көбінесе 97 жылға дейін Қазақстанда сәл-пәл ерікті, сәл-пәл да осы дамуымыз жақсы болды 97 жылға дейін деп айтады. Көптеген саясаткерлер біздің енді дейміз ескі гвардияның адамдары. Сол 97 жылдан кейін өзгеріс басталды, үлкен өзгеріс. Соңғы сұрағым, жаңағыдай конституциялық өзгерістер енгізіліп жатыр, бұны жаңа Қазақстан деп айтып жатыр, әділетті Қазақстан болады деп жатыр. Бірақ жаңағыдай өзіңіз айтқандай, барлық жамандықты Назарбаевқа артып қойып, оның туысқандарына артып қойып, тек қана соларға қазір тиесілі активтерді, байлықты, саяси билікті бөлісуге алып кетпей ме бұл? Бұлайда бұл жерде екі мәселе бар сияқты. Біріншіден, мүмкін Тоқаев мырза, әйтпесе оның қасындағы командасы барлығын бірдей қазір тексеруді өте қиын. Өйткені қаншама жау тауып алады, қаншама топ тауып алады. Мүмкін әуелі ең негізгі, Айдаһардың басын алып алайық, одан кейін келесіде осылардың бәрі әрі қарап тексеріледі дейтін шығар. Мүмкін ол келеді ме деп мен өзімше үміттенемін. Әңгіме, екінші мәселе, тексеріс болып та шыққан жоқ қазір. Жаңағыдай жеке-жеке адамдардың жұмыстан кетуі, жеке адамдардың ұсталуы, не болмаса ақшасын мемлекетке беруі, оны мен тексеріс деп ойламаймын. Сондықтан біз құқықтық мемлекетпіз деп конституцияға жазған елміз ғой. Демек, құқықтық мемлекетпіз, осындай мәселелер шығып жатқан уақытта Назарбаев па, Тоқаев па айту керек, жігіттер, не ақ болайық, не қара болайық, келіңдер тексерейік. Осы 30 жыл бойы істеген деген мәселе қазір келіп тұр. Бұл Тоқаевқа да жақсы. Міне мен ашықтан ашық тексеруге рұқсат беріп отырмын, ал тексеріңдер. Шыға ма бір мәмілелері, жазаға тартылады. Қарапайым адам сияқты. Өйткені оның ешқандай бір несі жоқ, жаңағы оған соттауға болмайды деген тексеруге болатыны бұрыннан бар тұғын. Қысқасы, егер осыны жүзеге асырса, мүмкін бір белгілі бір түрдегі қоғам өзгерді ау деп айтатындай мәселе болады. Ал егер ол болмай, жаңағы базардағы әйелдер сияқты, ой, анау жаман ғой, ана қызы жаман ғой, анау деп жүре беретін болсақ, ол ешнәрсе өзгермейді. Қайталап, жаңадан түлеген әкімшілік, әміршілдік әлі сақталып отырған сол жүйе әрі қарап дами береді, тек қана фамилия өзгереді. Келсем, шын мәнісінде қазір егерде әлеуметтік желілердегі бір жиі айтылып жүрген бір ой, ол егерде сол Назарбаевтың туысқандары, олардың активтері сотталып болмаса елге қайтып келетін болса, онда одан кейін бізде бәрі жақсы болады деген сияқты бір иллюзия бар сияқты. Себебі мәселе ол жеке тұлғаларда емес, ол тағы да саяси жүйеде. Яғни, егерде біз тек қана сол персоналигіне қарап, тек солардың ғана биліктен кеткенін ғана біз жаңа Қазақстанның белгісі ретінде қарайтын болсақ, онда өкінішке орай біз тағы да сондай бір 30 жыл енді басқа бір диктатордың жүйесіне айналып келуіміз үлкен әбден екенін түсінуіміз керек. Тағы да бұл тікелей Тоқаевқа қатысты нәрсе емес, ол саяси жүйеге қатысты нәрсе. Мен өзім осы референдумда бақылаушы болып жұмыс істедім, бірінші рет өз тәжірибемде. Сонда көрген нәрсем, жаңағы сайлау учаскелеріндегі комиссия, ол бұрынғы комиссия ешқандай өзгермеген. Яғни бұрынғыдай олар жаңағы сайлаудың нәтижесін өзіне жоғары жақтан түскен тапсырыс бойынша қажетті нәтиже беруге соған бағытталған. Оның үстіне жаңағы осы биылғы жаңа технология, ол басқа фейк бақылаушыларды қойып, оларды шынайы бақылаушыларға қарсы қою деген нәрсе. Бұл біздегі жаңағы мынау шынымен демократияландыруға деген ниеттің жоқтығын білдіреді менің ойымша. Ол кейбіреулер айтады, ол жекелеген учаскелерде ғана болды, ол болмаса сол председательдердің өзіне байланысты деп, ол олай емес, ол ұйымдастырылған, жоспарланған нәрсе. Себебі тағда ол жоғары жақтан бастап осы жүйенің сақтап қалуға деген талпынысын білдіретін сияқты. Сондықтан да мен азаматтық қоғам өкілдерін, зерттеушілерді осы нәрсеге назар аударды көбірек шақырамын да. Осы жүйелі түрде қарастырайық, процесс ретінде қарайық. Баяғы жартас, сол жартас күйінде алып тұр ғой. Енді сөз соңында ойланбастан өте жылдам Назарбаев кезеңіндегі сіздің ойынша екі артықшылығы және екі кемшілігі. Ойбай, ол ойланбастан айта алмаймын. Бірден айтайын, ойланбастан айта алмайды екенмін. Онда бір ғана кемшілігі демократиялық институттарды орнатқан жоқ. Кемшілігі артықшылығы
артықшылығын білмейді екен, енді орысша қазақша жақсы өлең айтады, басқа президенттер оған жете алмай қалады. Енді маған оңайырақ жауап берген себебі жаңа зерттеу жасадық қой, сонда негізгі жаңағы жетістік ретінде айтатын болашақ бағдарламасы. Мойындалған нәрсе қоғам арасында, азаматтардың арасында. Енді ең басты кемшілігі ол жаңағы Қазақстанда жалпы билікті меншіктеп алуы, өзінің бір избранный ретінде сезінуі, соған сеніп қалуы. Сол нәрсе оны енді абсолютті билік адамды абсолютті түрде жаңағы бұзады дейді ғой. Дәл сол оқиға бізде орын алып отқан жағдай бар. Сондықтан да содан сабақ алуымыз керек. Рахмет. Біз емес тоқай болу керек. Келіп қатысқандарыңызға рахмет. Біздің осымен кезекті подкастымыз тамам. Назарбаевтың бағасын болашақ толқын, тарих өз бағасын бере жатар. Достар, сіздер арнамызға жазылуды, лайк басуды және пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.